Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз лағманның қамырын дайындайтын боламыз. Және де менің каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға өзімізге керек мөлшердегі ұнымызды саламыз, үстіне тұзымызды саламыз, және де суды араластырып, қамырымызды қатты билеп аламыз. Мен 500 грамм ұнды салдым. Бұл менде 4 немесе 5 адамдық порцияға жетеді. Лағманның қамырын осылай қатты билеген дұрыс. Және де қамырдың илеуі қанғаны өте маңызды. Созылғанда әдемі созылады. Міне илеуі қанған қамыр беті жылтырлап әдемі болады. Енді осыларды біз бөліктерге бөліп аламыз. Қалыңдығын шамамен осы видеодағыдай бөліп аласыздар. Ендігі кезекте біздің кесілген қамырларымыз төрт бұрышты, осыларды біз домалақ күйге келтіруіміз керек. Ол үшін бізге қолымызды немесе қамырды кішкене майлап аламыз. Және ескеретін жағдай, майды көп жағудың керегі жоқ. Міне домаланған қамырымызды дәл осылай домалатып, ыдысымызға салып, тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз жұмсарады. Бетіне жұқалап май жағып қойсаңыздар болады, қамырымыз қайысып қалмас үшін. Жарты сағатқа қойылған қамырымызды енді екінші айналым бойынша созып шығамыз. Қамырымызды бір ұшынан бастап, дәл видеодағыдай осылай домалатып шығамыз. Тағы да домаланған қамырымызды 10 немесе 15 минутқа да осылай тағы да қойып қоямыз. Үшінші рет қамырымызды осылай домалатып шығамыз. Байқасаңыздар, қамырымыз барлығы бірдей көлемде, бір жер жіңішке немесе бір жер жуан болып тұрған жоқ, және де ешқандай үзілмейді. Қамырымызды бірнеше рет жарты сағатқа қойып қою себебі осы. Соңында қамырыңызды қолыңызға алып, осылай ұрғылау арқылы созып алсаңыз да болады.
Қамырымыздың барлығын бірдей созып алдық. Егер тамақтың ішінде ұзын күйде болған қаламасаңыздар, қайнатардан алдын кесіп алсаңыздар болады, бөліктерге бөліп. Қайнап тұрған суға 1 шай қасық тұзымызды салып, қамырымызды пісіріп аламыз. Піскен қамырымызды салқын суға бір салып алсаңыздар, әдемі болып бір-біріне жабыспай түседі. Міне лағманның қамыры дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы бірдей, еш жері үзілмеген. Сіз де дәл осы рецептпен жасап көріңіз және де маған қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Назарыңызға рахмет.